клетка деңгейінде қарастыруымыз қажет. Өйткені бізде егер клетканы дұрыс энергиямен қамтамасыз етіп бере алсақ, все окей, бәрі 100% деген. Например, сізде жұмыс істеуіңіз үшін энергия қажет қой, тамақ жейсіздер ғой. Тамақ бермей жұмыс істете берсек болмайды. Вот клеткада дәл сондай. Яғни керекті заттан жетіспей тұру керек, чтобы ол дұрыс жұмыс атқару үшін. Енді тағы бір не айтып кетейін. Жалпы жаңа айтып жатырмыз, Япония мемлекетінде қазіргі таңда орташа өмір сүру жасы 89 екен. Вот Хиросима, Нагасаки елдеріне атомный бомба тасталынған кезде оларда өмір сүру жасы не болды? Қаншаға дейін төмендеді? 40-қа дейін төмендеп кетті. 40 жасқа дейін төмендеп кеткен сол кезде Япония мемлекетінде. Япония мемлекеті 1990 жылдан бастап профилактикалық шараларды жүргізу мақсатында программалар істеп шықты. Яғни бүкіл халықты бат өнімдерімен қамтамасыз ету. Вот қазіргі таңда дәл сол программа өте жоғары деңгейде жүріп жатыр. Япония мемлекетінде мынаны халқына профилактика үшін тегін таратады екен. Көрдіңіз ба? Экономикасы, әлеуметтік жағдай қаншалықты дамыған мемлекет. Жаңа туылғандарға, балалардан бастап. Ал бізге халыққа рекомендация қылсаңыз ойланып отырады. Вот, келесі. Енді тағы бір нені айтып кетейін. Жалпы бат өнімдеріне тоқталайық енді. Не үшін қажет? Бат өнімдері деген жалпы анықтамасы қарапайым. Яғни күнделікті өмірімізге қажетті витамин, минералдардың деңгейін 100% қамтамасыз етіп беретін заттар. Бұлар тағамға қосымша. Это не является лекарством. Бұл дәрілік зат емес. Кез келген продукцияның мына атында несін оқисың болсаңыз, мынау инструкциясын, дәрі болып табылмайды деп жазып қояды. Дәрі болып табылмайды. Яғни бат өнімдерін не үшін қолдануымыз қажет деген сұраққа тағы мен тоқталып кетейін. Жалпы бүгінгі таңда мынау халқымызда, жаңа мен басында айтып кеттім, бат десеңіз қорқады. Кездеседі ғой сіздерде де, мынау артистер, мына өнімді ұсынып жатсаңыз қорқады ғой, бат өнімдерінен. Адамдар бола ма сондай? Вот не үшін қорқады? Айтыңыздаршы. Енді мен нелер мәліметтерден қарастырдым оны, бірақ 90-шы жылдардағы мен қандай жағдай болғанын білмеймін. Мынау 96-97 жылдарда осы біздің регионға нелер кірген екен, андай баночкалар, какой-то бір таблеткалар, чтобы адамды аздыру мақсатында кейбір компаниялар кіргізген екен осындай өнімдерді. Вот халыққа енді түсіп жатыр ғой, біздің халық әлі ондай затты көрмеген. Олар не істейді? Қызығып алады. Бұл товар біріншіден сертификатталмаған, ары кетсе бір ғана сертификаты бар, және де бұл бір ғана сертификат деген уже қатыстығы төмен деген сөзді білдіреді. Және де бұл не істейді? Организмде әртүрлі ауруларды келтіріп шығарады. Онкологиялық аурулар. Естігенсіздер ме? Мен бұндай батты ішкенмін, онкология болып ауырыпты, или басқа да ауру болып ауырыпты деген бір өткен нелерден, жасы үлкен адамдардан болса, естейсіздер сондайды. Вот, міне көрдіңіздер ме? Бұл өнімнің біздің елге кіруде проблема болған. Бағанағы качествосы төмен, яғни компаниялар осындай өнімдерді таратып, былайша айтқанда халықтың батқа деген көзқарасын осылай төмендетіп қойған. Ал енді қолданып жатырмыз, ал бірақ Европада бұл бат өнімдерін қолдану профилактикалық мақсатта бұдан 20-30 жыл алдын уже қолға алынды. Вот біздің былайша айтқанда кілттік нееміз осы. Не үшін өмір сүру жасы ұзақтамайды, әлеуметтік денсаулық саласы не үшін жақсармайды дегенге негізгі себеп осы болып табылады екен. Енді қараңыздаршы, мына жерде көрсетілген, яғни бат өнімдерін, бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының берген статистикасы, бат өнімдерін қолданатын мемлекеттер бірінші орында Япония тұр, 98%, ақш 80% қолданады, Европа 60-70%, Россия 10% халқы ғана қолданады екен. Ал енді Қазақстан ары кетсе 1-2% шығады. Енді қараңыздар, бұлардың орташа өмір сүру жасы ұзақтығы қалай? Япония 89, США 82, Европа 80, Россия 68. Бұл әрине 2016 жылғы не бойынша,
қателеспесем, статистика бойынша. Көрдіңіздер ғой, яғни бат өнімдерін қолдану өмір сүру ұзақтығына қаншалықты әсер етеді. Енді келесі. Яғни бұл жерде ғалымдардың айтқан сөзі, бұған тоқталып кету керек. Вот, Тутельян дейді. Яғни бат өнімдерін организмге қолданудағы эффективтілігі. Яғни организмді егер бүгінгі таңда әлем бойынша денсаулық сақтаудың былайша айтқанда ең негізгі жолы, бұл бат өнімдерін қолдану деп жатыр. Келесі. Профессор Сухановтың берген несі, если человек во время начнет применять бат, то вполне вероятно, что в большом числе случаев лекарства он яғни былайша айтқанда дәрілік затты мүлде ұмытады деп жатыр, егер батты дер кезінде қабылдауды бастаса. Келесі. Гичевтің берген несі, баттарға берген анықтамасы, яғни бат өнімдерін егер де ол адамдар қате деп санаса, қолдану организмге зиян деп санаса, и что самое бұның ең несі, обиднасы, что олар не дейді, медиктердің есінде білмейді дейді, яғни бұны дұрыс деңгейде білмейді деп. Келесі. Так, енді бұл өнімді қалай таңдаймыз? Баттар көп қазіргі таңда, бірақ та оның сапалылығын қалай таңдаймыз деген сұрақ туындайды. Барлығыңызда қандай баттарды қолданғаным дұрыс деген сұрақ туындайды. Filter маркер ғой? Яғни бірінші кезекте мен айтқан болар едім, сертификат. Сертификат нені білдіреді? Сертификат бұл өнімнің қаншама тесттерден, тәжірибелерден жүргізген экспертизалардың қорытындысы. Егер де ол тесттер, жүргізілген экспертизалар бағанағы неге дұрыс сәйкес келсе, мынандай сертификаттар беріледі. Енді мен, как будущий врач, сіздерге айтатын едім, егер де өнімде мына екі сертификат болатын болса, оны смело қолдануға болады. Мен жазу керек, не сіздерге есте сақтау қалу үшін. Яғни біріншісі F2A деген, яғни F2A деген сертификат. Қараңыздар. Вот, сіздерге таныстырады ғой, не өнімді. Яғни сертификат F2A деген сертификат болса, бірінші сертификат. Және де GMP. Яғни осы сертификат болатын болса, егер бат өнімге смело қолдануға болады. Яғни ол высший сорт, качествосы мықты деген сөз. Енді мен не үшін именно Forever Living Products деген компаниямыздың бат өнімдерін ұсынамын. Қараңыздар сертификатқа. Біріншіден, бағана мен айтқан GMP бар. GMP деген сертификат бар. Сертификат ISO деген International Standardization Organization деген, общем, стандартталған, организациялық стандартталған деген мағынаны береді екен. Мұны ISO деген сертификат үшеуі. Келесі, кошерный знак тұр. Бұл сертификат берілу өте көп уақыт алады екен. Мына кошерный знактың берілуші, вот Израиль мемлекеті береді деп айтамыз біз оны. Яғни оны қалай береді олар? Біріншіден, бағанағы бат өнімдердің, например, оны бір өсімдіктен алады ғой. Вот сол өсімдіктің өсетін топырағын зерттейді екен. Бірінші. Көрдіңіз ба? Екіншіден, мына өнімдің іші сыртына сәйкес келе ме? Яғни, вот здесь жазамыз ғой, 98% алоэ гель, 0% мынау бар, и миллилитрі, емкість жазамыз ғой, вот сол ішіне сәйкес келе ме? Или жай жазыла ма? Соны зерттейді екен. Екі, үшіншіден, сырты, упаковка. Если оның ішіндегі өнім мықты болса, сыртындағы упаковкасының сапасы төмен болса, ол обязательно әсер етеді. Яғни, осы нелерді зерттеген, жаңа біз алуды ұмытып кеттік, бақташқа бар ма? Яғни, мынаның биополимер,
Биополимер деп айтамыз ғой, яғни 3 слойлы биополимер. Яғни бұны ертең қолданып болғаннан кейін егер топыраққа көметін болсақ, шіріп кетуін не дәлелдейді? Біз айтамыз, бірақ дәлелдеу керек. Вот егер де сіздер қызығып көретін болсаңыздар, мынанда астында үшбұрыш болады. Үшбұрышта знак тұр, ішінде қандай деген сан тұр? 7. 7. 7 тұр, қазір не жоқ екен. Кез келген Coca-Cola, Pepsi, сонда баклажканы алыңыздар дағыны, астын төңгеріңіздер, үйде қызығып өздеріңіз. И вот дәл осындай знак тұрады үшбұрышта. Соның ішіндегі санды көріңіздер. Көбінесе баклажкаларда 1 деген сан тұрады. Ол деген сөз не? 1 деген сан. Если здесь болып жатса, мына жерде білмеймін, былай көріп табу керек, но болады ондай. 1 деген сан тұрады, ол деген не? Сапасы ең төмен. Егер мынаны көміңізші, ішіп болғаннан кейін, мынаны дереу көміңіз, шіру үшін қанша уақыт керек? Кемінде 100 жыл. Ал мынаған ары кетсе 5-6 ай жетеді, 5-6 ай жетеді шіру үшін. Көрдіңіз ба? Мынау ең төменгі сапа, мынау самый высший сапа. Кейбірінде жоқ та ғой, жазылмағанда, вообще бұдан да төмен деген сөз да, ол жазылмайды да ол. Жазылмайды да кейбір. Келесі сертификат, яғни халал сертификаты, маған өте ұнайтын сертификат, яғни 6 ислам мемлекеті осы продукцияны ішеді, жейді және бизнесін егер не алатын болсаңыздар халал деген нелері бар. Келесі мынау Алоэ ассоциациясы тарапынан берілген сертификат, семейный организация Алоэ. Бұл негізі организация 1979 жылы негізі қаланған, бірінші рет алған компания ол Forever Living Products 1986 жылы алған екен. Дәл осы сертификатты. Және жануарларға тест жүргізілмейді деген сертификат. Яғни бұл сертификат не үшін беріледі? Мысалға, егерде фарм жақтан немесе басқа да бір компания продукция шығарып жатса, оны жануарларға бірінші проба жасап көреміз. Біз тікелей адамға бермейміз. Например, бір жаңа препарат шықса, например, антибиотиктер шықса, 10 жыл, кемінде 10 жыл пробада жүреді ол. Жануарларға істелінеді, оларда уже побочный действие алғаннан кейін какой-то бір количествода адамдарға істелінеді. И дәрінің инструкциясын ашатын болсаңыздар, сіздер побочный действие деп жазып қояды. Оны қақтан алады олар? Вот, сол пробалардан шығып алынады ол нәрселер. Вот, қараңыздар, мына жерде жануарға тест жүргізілмейді деген сертификат тікелей адамға беруге рұқсат. Жануарға тест жүргізудің қажеті жоқ деп отыр. Келесі. Енді мына жерде екі патент деп айтылады мынау. Яғни бұл деген сөз не? Бұл да өте маңызды. Бұны бұл қысқаша айтқанда аналогы жоқ. Мынаның аналогын таппайсыз деген сөз. Мынау екі патент соны білдіреді. Яғни, былайша айтқанда бұның несі жоқ та, аналогы. Басқаша қосымша несі жоқ деген мағынаны білдіреді. Келесі. Жалпы осы бат өнімдері жайлы қысқаша біз әр ден Алоэға бір жаңа программа енгізуді жөн көріп отырмыз. Бүгінгі программамыз осы бат өнімдерін организмге қаншалықты маңызды оны қолдану. Енді біз ден Алоэміздің келесі бөліміне көшейік. Яғни бірінші тоқталатын неміз ол организмге очищение жасау, организмді токсиндерден тазартудың маңыздылығы қаншалықты бізге денсаулығымызға және одан шығу жолы. Яғни организмді қалай очищение жасаймыз, ондағы PLP продукцияларының маңыздылығы қандай деген сұраққа жауап беретін врач-интерн, былайша айтқанда ВОП врач қазіргі таңда осы компаниямыздың былайша айтқанда беткөзтар азаматы бүгінгі таңда біздің емізге кіріп бұл жігіт продукциялар бойынша өте терең зерттеуді жүргізіп жатыр. Яғни осы продукциялардың организмге былайша айтқанда пайдасын медициналық тұрғыдан дәлелдеу жөнінде өте көптеген ізденістер жүргізіп жатыр. Қарсы алайық, Юнусов Абдулазиз. Саламатсыздар ма? Қазір сіздерге исламбек және жалпы Алоэ өсімдіктері туралы және баттар туралы жалпы айтып кетті. Енді бізде бүгінгі негізгі тақырыбымыз гастроэнтерологиялық тақырып болғандықтан негізі бізде асқазан, яғни ас қорыту жүйесі қалай, қалыптыда қалай жұмыс жасау керек.
Содан бастап негізгі мен бүгін үш сұраққа тоқталып өтетін боламын. Яғни ас қорыту жүйесінің қалыпты қалай жүргізіледі, сол туралы айтып өтеміз. Екінші сұрағымыз, негізі адам ағзасына очистка, яғни тазарту жүргізу керек па, немесе керек емес пе, сол туралы айтамыз. Ал үшінші сұрағымыз, егер керек болған жағдайда қалай жүргіземіз, не істеуіміз керек очистка үшін, сол туралы айтып өтеміз. Негізі бірінші негізі ас қорыту жүйесінің қалыптыда біз білеміз, бәріміз ас қорыту жүйесінің негізгі басталуы ауыз қуысынан басталады. Ауыз қуысына алып, шайнаймыз, жұтамыз, иә. Яғни, бұл көріп тұрғанымызда ауыз қуысына тамақ түсті, шайналды. Бұл жерде шайнауында негізгі дұрыс принциптер болу керек. Яғни, біз дұрыс шайнауымыз керек. Дұрыс шайналмай қалған, соңына дейін шайналмай қалған өнімдер асқазанға түскен кезде жақсы ыдырамайды, асқазан сөйлемен жақсы реакция түспей қалады. Сол үшін міне көрдіңіздер, ауыз қуысынан өңеш арқылы түсіп жүр. Түсіп жатыр, иә. Бұл асқазанға келіп түсті. Асқазан түскеннен кейін асқазанда түскен тамақ не болады? Яғни асқазан құрамында біздің асқазан сөлі бар, иә. Асқазан сөлі негізі құрамында әртүрлі ферменттер болады. Соның ішінде тұз қышқылы және пепсин болады. Яғни олар жаңағы түскен тамақтарды ыдыратуға қатысып, ары қарай 12 келшекке өтуіміз керек. Яғни 12 келшек өткеннен кейін бізде 12 келшектен кейін ары қарай жіңішке шек өтеді. Жіңішке шекте болған процестен кейін, яғни пауза қылып тұршы. Осы жерде бізде жіңішке шекте қандай процесс жүреді? Яғни жіңішке шекте бізде 12 келшекке түскен тағамдар бауыр және ұйқы безі дейміз, асқазан астында орналасқан без, поджелудочный железа арқылы, соның сөлдері арқылы бізде адам ағзасына қажетті элементтер, яғни бізде тағам арқылы түсетін биологтар, майлар, көмірсулар, яғни көмірсулар, былайша қанттарды айтатын болсақ, олар ыдырап адам ағзасында өз қалыпты қызметін атқару керек. Яғни қалыпты қызметін қалай атқарады? Мысалы, глюкоза, көмірсу ыдырап глюкозаға айналады, ол бізде энергия көзі болып табылады. Ал мысалы, биологтар ыдырап амин қышқылдарға айналады. Олар негізі организмнің қалыптасуы үшін, былайша айтқанда стройматериал ретінде, клетканың стройматериал деп айтамыз. Ал қалған майлар, ол мақшылардан ыдырап, ол да қосымша депо ретінде сақталатын энергия көзі болып табылады. Яғни олардың қызмет дұрыс атқарылу үшін ас қорытуда дұрыс болу керек. Сол үшін жаңағы өт сөлі және ұйқы безінің ферменттері бөлінгеннен кейін осы аш-ішекке қарай түседі. Яғни бұл жерде пайда болған ботқа тәрізді зат дейміз, яғни оны химус деп атаймыз. Химус аш-ішектен тұрып, жай ғана аш-ішектің қабырғаларында орналасқан ворсинкалар арқылы сіңіріле бастайды. Міне қарасаң аш-ішектің ішкі көрінісі ворсинкалар. Біздің мына түскен тамақтарымыз ворсинка болды. Мына ворсинка тамырларымен қан тамырға өтеді тамақтар. Енді қан тамырға өтті деп есептейтін болсақ, бұл жаңағы қажет пауза. Қан тамырға өтіп, ары қарай организмге тарап, организмдегі барлық жасушаларды энергиямен қамтамасыз етіп, немесе клеткалардың құрылық өз қызметін атқара бастайды. Ал енді бұл кезде бұл қалып жағдайда сонда процесс жүріп, ары қарай тоқ ішекке өтіп, қалған өнімдер сыртқа шығарылу керек. Бұл қалып жағдайда. Ал енді біз екінші сұраққа тоқталатынымыз, жаңағы айтқандай бізге очистка қажет пе, қажет емес пе? Яғни не үшін қажет? Жаңағы біз жеген тағамдар, қоршаған ортамызда алып жатқан ауамыз, ішіп жатқан суымыз барлығы адам ағзасына қажетті, күнделікті қажеттіліктерді толтыру үшін қолданамыз. Тамақ жеп, су ішіп, тыныс алып жүреміз. Енді солардың адамға пайдасы да зиянды жақтары бар екен. Қалай деген? Мысалы, жаңағы Диор айтып өтті, 50-100 жыл бұрынғы алманың құрамында С витаминінің қалай болған, қазіргі кезде 90-шы жылдардағы қалай болған. Соларды сәйкес салыстыратын болсақ, мысалы қазіргі кезде топырақтың өзінде де мысалы өсіп жатқан өсімдіктер селитрамен қоректендіреміз, немесе әртүрлі химикаттармен дақылдандырып, соны өзіміз пайдаланамыз. Сол осындай продукциялардың нәтижесінен бізде адам ағзасында әртүрлі токсиндердің жиналуы және де застойлардың пайда болуы, бірінші очередте ишек дисбактериозы, іштің өтуі немесе іштің қатуы, запорлар,
пайда болады. Олар қалай пайда болады? Вот көрдіңіздер, жаңағы қалыпты да ворсинкалар арқылы қанға өту керек еді. Енді қанға өте алмай, жаңағы біздің химикаттарымыз, токсиндердің және былайша айтқанда застойға шлактар пайда болады. Сол шлактар мынандай ворсинкалардың үстін пленкалап тастайды. Пленкамен жабылғаннан кейін, енді біз қабылдаған тамағымыз, суымыз, даже ауырған кезде қабылдайтын дәрі-дәрмектерімізде ары қарай қанға өтпей қалады. Себебі мынандай пленка тұр, өткізбейді ол. Ал енді бізде ғалымдар айтқан, организмдегі иммунитеттің 70-80% ішекте орналасқан. Яғни, енді көрдіңіздер, ішекте мынандай пленка тұр, өз қызметін атқара алмайды. Адамда әртүрлі аурулар болады, немесе сырттан келген инфекцияға иммунитет қарсы жауап бере алмайды. Себебі мына ішекте мынандай кедергі тұр, ішек өз жұмысын атқара алмай тұр. Енді одан кейін ауруға пайдаланған дәрі-дәрмектері де ешқандай қосымша алған процедураларда ешқандай бесполезный болып қалады, пайдасыз болып қалады. Ары қарай мынандай жаңағы ішектерде адам әр тінінде көп болады, негізі иммундық жауапқа иммунитет көп орналасқан ішек болғандықтан, осы ішектерде мынандай шлактар орналасады. Біз үлкен дәретке барған кезде мына шығып кетеді деп ойлағанмен, мына жерде қабырғасын жабысып, застой болып қатып қалады. Одан ары қарай жаңағы минерал тұздар ішекте сіңірілген болса, біздің суымыз, жеңішектеміз именно осы тоқ ішекте сіңіріледі. Тоқ ішектің негізгі өзінің бөліктері бар. Соқыр ішек дейміз, көнделең, соқыр ішек, жоғарылаушы бөлігі, көнделең бөлігі, төмендеуші, сыйма тәрізі және тік ішек деп бөліктерге бөлеміз. Мысалы, мына соқыр ішекті алатын болсақ, жаңағы жеңішектен келген сіңірілмей қалған қалдықтар осы соқыр ішекке түседі. Соқыр ішекте бізде білетін аппендикс деген құрт тәрізді өсінді бар. Яғни біз білеміз аппендицит ауруын, хирургиялық ауру, яғни операция жасап сол аппендиксті кесіп алып тастайды. Не үшін алып тастайды? Жаңағыдай сіңіріс дұрыс болмағанда, иммунитет төмен болғандықтан, именно осы аппендиксте иммунитет үшін өте қажетті орган болып табылады. Алла тағала біздің денемізді бір нәрсені артық немесе кем жаратпағанда барлық органдардың барлық ең жасшы деңгейінде жасалған барлығы өзінің бір маңызы бар. Сондықтан осы аппендикстерін басталады, жаңа түскен соқыр ішекке түсіп, перистальтика, яғни жиырылуы, ішектен жиырылу арқылы жаңағы түскен тағамдар жоғарылай бастайды. Жоғарылап кейін көнделең ішекке өткен кезде осы жерде ішектің өзіндік микрофлорасы бар. Микрофлорасы дегеніміз адамға пайдалы бактериялар. Ол туралы тағы да келесі тоқталып өтетін болады. Осы бактериялардың әсерінен солар сіңіріліп, адамға қажетті қалған өнімдер өндіріліп алып, қалғаны ары қарай жүріп тікше арқылы сыртқа шығып кетеді. Ал енді жаңағы застойлар, шлактар мынандай жиналып қалып, мынандай дәрежеге келеді. Сондай қызметтің атқарылмауынан адамдағы барлық организмнің аурулар осы ішектен келіп шығады. Ал енді көрдіңіздер, біздің организмге не үшін қажет па? Очистка етуіміз керек пе екен? Очистка жасауымыз керек. Енді біз очистканы қалай жасаймыз? Мынау былайша сізге схема түрінде көрсететін болса, мынау адам организмі, адам денесі, мына ішінде органдар. Органдар мынандай ткандер, яғни тінден құралған болады. Бұл тіндер мынандай клеткалардан құралған болады. Яғни клетканы айтып отырған себебі, жаңағы диорда айтып кетті, барлық нәрсені клетка деңгейімізде қарауымыз керек деп. Вот именно. Осы жерде клетка деңгейінде тазартып, ары қарай процесс жүргізетін болсақ, адам мына клетка тазарды, немесе ішінде токсинді, зиянды заттар шығып кетті десек, мына клетканың функциясы, жұмысы өз қалпына келеді, жақсы жұмыс атқарады. Бұл бір клетка бірнеше мыңнан құралып, мынандай ткан түседі. Бұл клеткалар өз жұмысын жақсы атқарғаннан кейін біздің тінімізде жақсы жұмыс істейді, дұрыс па? Ал енді тінде жұмыс істегеннен кейін органдар жұмыс істейді ме? Органдар жұмыс істеп бары қалып болғаннан кейін мына адам ағзасы дені сау болып, қалыпты болып, өмір жасы ұзақ болады. Енді мына біз организмге қажет деп айттық, дұрыс па? Очистка. Енді не істеуіміз керек? Қалай очистка жасаймыз? Осы сұраққа тоқталатын болсақ, біз барлығымыз білеміз, енді осындай сұрақтан кейін тезірек нәтиже алсақ, тезірек жақсы болса, тезірек очистка жасасақ деген, қалай тезірек нәтижеге жетуге болады деген сұрақтар туындайды.
Енді ол үшін жаңа айтқанда очистканы тазартуды клетка деңгейінде қарауымыз керек. Не үшін мен клеточный мембрана деп алдым? Яғни біз ол үшін осы Felberg компаниясы мынандай алоэ вера гель деген сортты ұсынып отыр. Именно осы сорт жаңағы шлактарды, жаңағы жиналған застойларды шығарып жіберу үшін қолданылады. Именно тек қана осы ғана бұндай жаңа деп айтқанда аналогтар жоқ деп айтқанда осы аналог деген соған ұқсас продукция ешқайда жоқ. Ал енді клетка деңгейіндегі мембрана. Именно осы алоэ вераны бір қасиетті жері мен кеше ғана көргенім бұл біз биологияны еске түсіретін болсақ мембранадан бөгде зат өте алмайды, дұрыс па? Мембрана ешқандай бөгде затты ішке қарай өткізбейді. Ішінде ядроға бөгде информация кірмеу керек. Именно осы алоэ вера гель ішіне еніп, ішіндегі бөгде жаңағы вирус немесе бактериялардың енгізген патологиялық информацияны шығарып жіберуге, бұл молекулярлық биология деңгейіне қарайтын болсақ, шығарып жіберуге осы сорт әсер етеді екен. Және клетка ішіне еніп, және клетка аралық сұйықтықты кеңістікте тазартатын қасиетке ие болып табылады. Не үшін именно тағы сұрақтар пайда болуы мүмкін, не үшін именно алоэны таңдадық? Басқа өсімдіктерді бар емес, именно осы ішектерді тазалау үшін. Мысалы, интернеттен көрсеңіздер, пищевая соданы бірден естеп, ішектерді тазартуға болады. Немесе клизма жасау, клизманың әртүрлі, сифонның клизманың әртүрлі жасау болады. Олар барлық процедураның 20% ғана көмектеседі екен. Максимал, ең максималдысы, ең жақсы деген 20% ғана тазартады екен. Ал қалған 80% сұрақтар ішекте қалып қояды. Ал енді бұл қалай тазартады, қалай әсер етеді, осы ішектегі қалып қойған застой шлактары қалай әсер етеді. Яғни бұл құрамындағы заттар, әртүрлі аминокислоталар, ислам айтып кетті, ферменттер, 20 аминокислоталар бар деді. Соның ішінде ферменттер айтатын болсақ, алиназа, сілтілі фосфатаза, сонымен амилаза деген әртүрлі аза деген ферменттер бар. Солар өз құрамында енген болады. Одан кейін бізді осы алоэ вера гельдің құрамында сапонин деген зат бар. Яғни бұл көпіргіш зат. Егер білетін болсаңыздар, біз аяқ жуғанда гельмен жусақ, көпіртіп жусақ, жақсы табылып, жарқырап қалады, дұрыс па? Именно бізде ішекке сондай не беруіміз керек. Сапонин. Келесі ішекке де сондай дәрежеде очистка беруіміз керек. Міне қараңыздар, қалай очистка жасайды? Жаңағы мына жерге жаңағы біз жеген әртүрлі тағамдар, фастфудтар, қуырылған еттер, солардың әсерінен жаңағы әртүрлі қоршаған орта